16-да 4-ші есеп. Суретте берілген дөңгелектің ішкі бөлігін теңсіздік арқылы жазыңдар. Суретте бізде центрі 3-те 0 нүктесінде орналасқан, радиусы 2-ге тең болатын дөңгелектің сурет көрсетілген. Бізге осы дөңгелектің теңдеуін жазу керек. Дөңгелектің ішкі бөлігінің теңдеуін жазу керек. Енді мына сыртқы бөлігі шеңбер болып табылады. Шекарасы шеңбердің теңдеуі x минус 3-дің квадраты плюс y минус 0-дің квадраты тең 2-ның квадраты болады. Ал осы шеңбердің ішкі бөлігінің теңдеуі теңсіздігі x минус 3-дің квадраты плюс y минус 0-дің квадраты кіші 2-ның квадраты түрінде көрсете аламыз. Шеңбердің ішкі бөлігін, яғни дөңгелектің ішкі бөлігін біз мына теңсіздік түрінде көрсете аламыз. Енді бұл теңсіздіктің екі жағын түбірге алатын болсақ, x минус 3-дің квадраты плюс y минус 0-дің квадраты кіші болады 2-ден. Теңсіздіктің екі жағы да оң сан болғандықтан біз оны түбірге не істей аламыз, өйстіп ала аламыз. Теңсіздіктің сол жағына назар аударатын болсақ, бұл x минус 3 қосылған y минус 0 көбейтілген i комплекс санының модуліне тең болады. Осы модуль бізде 2-ден кіші болуы керек. Енді жақшаны ашатын болсақ, x минус 3 плюс y көбейтілген i. Мына 0 көбейтілген i-ды біз жазбай қойсақ болады. Осы бізде кіші болу керек 2-ден. Арғай x плюс y көбейтілген i минус 3 кіші болу керек 2-ден. Біз x плюс y көбейтілген i z комплекс саны деп қарастыратын болсақ, онда біз бұл теңсіздікті мына түрде жазыламыз. z минус 3 кіші болу керек 2-ден. Комплекс сандар жиынында берілген шеңбердің ішкі бөлігі, яғни дөңгелектің ішкі бөлігінің теңсіздігі осы түрде болады. Сонымен жауабы модуль z минус 3 кіші болу керек 2-ден. Екінші есебін қарастырайық. Екінші есепте бізде центрі 3-те 2 нүктесінде болатын, радиусы 2-ге тең болатын дөңгелек көрсетілген. Бізге осы дөңгелектің ішкі бөлігін теңсіздік арқылы жазу керек. Дөңгелектің центрі 3-те 2 нүктесі, дөңгелектің радиусы 2-ге тең, дөңгелектің ішкі бөлігін мына теңсіздік түрінде өрнектеуге болады. X минус 3-дің квадраты плюс y минус 2-ның квадраты кіші 2-ның квадраты, радиустың квадратынан. Теңсіздіктің екі жағын түбірге аламыз. X минус 3-дің квадраты плюс y минус 2-ның квадраты түбірдің астында кіші болу керек. 2-ның квадратының түбірі 2-ге тең болады, яғни 4-дің түбірі. Енді теңсіздіктің сол жағын біз x минус 3 қосылған y минус 2i комплекс санының модуль түрінде жазыламыз. Осы модуль бізде кіші болу керек 2-ден. Енді жақшаларды ашып, бұл теңсіздікті мына түрге келтіруге болады. Минус кіші 2-ден. X плюс y i комплекс санын біз z деп алатын болсақ, z комплекс сан деп, онда минус 3 минус 2i кіші 2-ден деген теңсіздік аламыз. Есептің жауабы осы теңсіздік болады.